Mынау экипажный қасында. Францияның аурасы сезіп тұр. Кітаптар, мына жерде гербарий, авторларын жазып отқан. Керемет. Жалпы осы Франция өзінің өнерімен, өзінің эмоциясымен, өзінің аурасымен баурап жатыр. Ұнады. Енді күн сәл салқын болғанымен, ауа райының қолайсызы бізге қатты әсер беріп жатқан жоқ. Көңіл-күй керемет. Қатты суықта емес, қар бар, жылы мамық қар. Денені тондырмайды. Астынан аяз сияқты емес. Жалпы мынандай стейк заказ берді. Несімен, кетчупымен, өте керемет. Рас болды. Таңғы асымыз осында. Көріп отырғандай, мұндай очередь. Сіздер де осындай бола ма? Таңғы асы үшін очередьте тұрып. Еще ерте тұрасың. Ерте тұру керек. Бұл жерде кафелердің бәрі кішкентай болғандықтан, әрине очередь туылып, сондықтан да түсінікпен қараймыз. Адалдау ма? Өзінде қол бұзу екен. Қозы жалпы қазақ сөзі болғандықтан, осы қолдайық деп келдік. Қозының кофе істеп береді. So I have a table for share, it's okay. Maybe a table for share. Окей. Біздің бөлісіп отыра аласыздар. For share. Okay. Окей. Жоқ, мына. Окей. Түскі үшке дейін істейді. Рахат деген бар мектері? Акцент сол завтракқа қой дегенде бар. Астосын біздің тамақ келді, оны латте, бургер, десерті. Бізге астосын. Бұның ең дәмді бургер болды. Елеген ажайып бургер болды. Тағы осында не бар? Кафе бар? Хемингуэй. Шай ішіп жүретін кафесі да, өзінің. Адам өтті осында көп, ше? Мына жерде күн жұмысы жуылған ыдыстардың астына деген. 3 адам істеген, е? Поварлар бар. Думды қалан қалдыңыз ба? Елисейские поля, Нотр-Дам, Сена,
La Falette. Көпесіне шапшипекеге қойдым, 6-7 сағат не істеген. Музей бар. Бангкоктардың, Модилянилардың. Парфюм музейі бар екен. Парфюмнің музейі бар екен. Кілең парфюм тарихы шыққан әртүрлі неше түрлі отаны екен да осы парфюм музейі. Жақта негізі самый ең шыққан парфюмдер, иістер, пароль етті. Жалпы осы таңғы асымыз ішіп алдық, өте керемет. Көңіл күй жақсы. Бұйырса қазір Тойған қозыдай болып шықтық. тойдан қоздай болып шығамыз. Не план? Енді сценаны кесіп әрі-бері жүземіз. Сцена өзені. Сцена өзені. Әлемдегі ең әйгілі танымал өзендердің бірі. Соның жағасындағы француздардың ғимараттарын тамашалаймыз. Отырданды тамашалаймыз. Қайықпен Елисей алаңын көрмепті. барайық. Кішкентай Димаштың ән салған жер. Елисей алаңы ең қымбат алаң екен. Даже екінші орында ағылшын Лондон-стрит деген көшесі бар екен. Одан кейін ең Францияның даже Нью-Йоркта 7-ші авеню деген шығар, 5-ші авеню. Ол 5-ші орын екен. Мынау Елисейский поляға ең қымбат арендасына берді. В общем, 1 метрі $1 болды. Қымбаттығы жөнінен. Егер сіздің брендіңіз сол жақта болса, значит сен ең танымал компанияңыз. Бұнда мына жақта мықты магазин. Мықты ғана магазиндар